Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дастарханның сәнін келтіретін өте әдемі әрі дәмді қызылша қосылған салатын жасаймыз. Достар, менің видеомды соңына дейін қарап шығыңыздар. Алдыменен қиярды жіңішкелеп турап аламыз. Туралған қиярымызды үлкендеу тарелкеге шетіне осылай саласыздар. Келесі кезек қызанақта. Қызанақтың ортасын қолданбаймыз, тек шет-шетін ғана тураймыз. Осылай шеттерін ортасын алып тастап, тек қана осылай шетін ғана турайсыздар. Туралған қызанағымызды қиярының қасына салып қоямыз. Келесі кезек қайнатылған жұмыртқа. Жұмыртқамызды да тарелкеге салып, енді ірімшік тураймыз. Ірімшіктің кез келген қатты түрін қоса берсеңіздер болады. Ал енді картошка пай. Картошка пайды мен алдын ала жасап алдым. Менде бір картоптан осынша картошка пай шықты. Енді вилкамен ортасын кішкене ашып жібереміз. Достар, егер сіздер бәрін бірге араластырамын десеңіздер, онда 4 бүріштеп тураңыздар. Ал картошка пайды соңында майонез араластырып болғаннан кейін бетіне себе саласыздар, сонда да әдемі көрінеді. Міне енді қайнатылған үкіштен өткізілген қызылшамызды қостық. Енді осылай шет-шетіне майонезді жағып шығамыз. Міне достар, салат дайын болды. Өте әдемі, дастарханда әсіресе әдемі көрінеді. Әрі дәмді салат. Жасап көріңіздер. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Менімен бірге болғандарыңызға сіздерге үлкен рахмет. Көріскенше.